Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге бүгін безе қосылған өте дәмді торт дайындайтын боламыз. Бірінші беземізді дайындап аламыз. Бізге керекті 3 жұмыртқаның ақуызы, оның үстіне бір шымшым тұз қосамыз, миксерлеп аламыз. Оның үстіне қант қосамыз. Лимон шарын қосамыз. Оны жақсылап араластырамыз. Міне ақуызымыз дайын болды. Ақуызымызды екіге бөліп аламыз. Бір бөлігіне оранжевый тұз қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Оны кондитер қапшығына құйып, видеодағыдай форма жасаймыз. 90 градус пешімізде 1 сағатқа кептіріп аламыз. Беземіз дайын болды. Ары қарай бисквитімізді дайындаймыз. Бізге керекті 3 сары уыз, 2 жұмыртқа. Оны жақсылап миксерлеп аламыз. Оның үстіне қант қосамыз. Біраз қасық қопсытқышпен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Кремімізді дайындаймыз. Бізге керекті үй температурасында сармай, оның үстіне кілеге қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Міне бисквитіміз дайын болды. Бисквитіміздің бетін кесіп аламыз. Оның үстіне креміміз жағып аламыз. Бетінде кесіп алған коржиымызды майдалап турап, қалған кремімізбен араластырамыз. Оны бисквитіміздің бетіне қойып шығамыз. Оның үстіне беземізді қоямыз. Ертілген шоколад жағамыз.